Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін мен қуыршақ бұғының басын қалай жасау керек екенін көрсетемін. Ол үшін бізге біріншіден поролон керек. Поролоннан біз бұғының басын пішіп аламыз. Пішпес бұрын бірінші бізде қағаздан бұғының басының суретін салып аламыз. Қырынан қандай бізге керек солай. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Көзін, құлағы қай жерде тұратын, соның міне выточкасын жасау керек, қай жерден кесіліп кішкене формасын беру үшін. Өстіп бәрін сызып аламыз. Со бойынша одан кейін поролоннан кесіп формасын дайындаймыз. Міне формасын, выточкаларын бәрін кесіп дайындап қойдық. Біреу төбесінде, көзінің жанында. Сосын мына үстіңгі полоскасы, үстіңгі төбесі, ол мына көзінің жанына келгеннен кейін ары қарай кішірейе бастайды. Ол кішірейген жері мұрынға барып тіреледі. Міне клейін жағып, міне жабыстырамыз. Клей, найрет клей резиновый. Екі точканы обязательно бір-біріне тура келтіру керек. Міне дайын бізде басымыз. Енді астыңғы жағына бірінші выкройкасын жасап, со бойынша поролон кесіп аламыз. Енді осыны жабыстырып шығу керек. Және үлкен қылдым, үшін басына келген кезде қатырақ ұстасын. Міне енді құлағына келдік. Құлағын кесіп алған кезде ортасын форма беру үшін ортасын кесіп аламыз. Клеймен бәрін жабыстырып, дайындай қоямыз. Енді бұғының мүйізін жасау үшін бірінші эскизін салып аламыз тоже. Бұғының мүйіздің ішіне сын темірден жібереміз. Сын темірді ортасынан ғана кетеді. Жан-жағының бәрін поролоннан кесіп аламыз. Бізде поролон екі қабаттан болады. Тоненький поролон, однерка, бір сантиметрлік қалыңдығы. Міне кесіп алдық. Енді сын темірді біз жабыстырмас бұрын сын темірді орап аламыз матамен.
Одан кейін барып мына поролонға жабыстырамыз. Сосын екінші қабат поролонды тоже үстіне өстіп жабыстырып шығамыз. Бірінші қабат дайын. Қазір екінші қабатқа жабыстыру үшін барлық жеріне поролонның клей жағып шығамыз. Сосын екінші қабат поролонға клейледік. Сосын барып оны кесіп аламыз. Мынау екінші мүйізі тоже клейлеп шығамыз бәрін. Бұл жерде остаток қалған құтқан поролон жетпей қалғандықтан сол қалған поролоннан жасап шықтық. Құлағымен екеуін көрдік. Енді бұны біз қаптауымыз керек. Сондықтан бізге мойнымен бірақ жауып тұратын керек. Сол үшін матамызды сразу үстіне жауып, мойнын бәрін сразу есептеп шығуымыз керек. Мойнына 2 қарыс 30 сантиметрдей төмен аламыз. Матамызды. Бәрін иголкамен қыстырып алдық, өйткені сол кезде жақсы кескенге де өте ыңғайлы. Вот жағының шетінен, сосын мойынның астында адамның беті шығып тұрады, сол жерді ойып аламыз. И жағының астынан тура қып кесіп шығамыз. Жақтың астын бағанағы эскиз бойынша, выкройка бойынша кесіп аламыз матасында. Кішкене үлкенірек болады енді. Болды. Төбесіне выточка. Мынаны енді екінші қабатын жасауымыз керек. 2 жерден болады. Тура осыны кесіп аламыз. Енді бір жағын кесіп алдық та, екінші жағын осы бойынша пішіп кесіп аламыз. Құлағымызда кесіп, құлақтың матасын тоже кесіп аламыз, өйткені қазір матаны бәрін пішіп болғаннан кейін сразу мына құлақты қолмен тігіп шығамыз. Мынаны біз әдейі үлкенірек қылып алып жатырмыз. Көрдіңіз бе? Мүйіздерін біз лайкра матадан пішеміз. Лайкра өйткені созылады. Созылған мата как раз жақсы болады мүйізге. Сонымен қатар міне басын тоже тігіп, кигізіп көріп жатырмыз. Міне астыңғы жағына бағана выкройкадан үлкенірек қып, тағы пішіп, тоже жалғаймыз. Мына жақта міне қызым көмектесіп жатыр мүйізді қаптауға. Міне жағында тігіп жатырмыз үлгеріп. Енді міне құлағына келдік. Құлағын тоже. Құлағының іш жағына біз тікпес бұрын
ортасын ойып, клей жағып, үстінен жаңағы тонкий мата, велюр или лайкра сондаймен жабыстырып алу керек. Содан кейін барып, соған мына сыртқы матасын тігеміз. Енді қолмен тігуге тура келеді бұл жерде. Құлақтарын орнына келтіріп тігіп жатырмыз басқа. Мені уже тігіп болдық. Тоже жаңағы төбесіндегі выточкасы бар. Соны әдейі қалдырдық қой. Сол жерге поролонның арасынан кіргізіп ар жағына шығады. Бірақ ар жағында тағы бір поролон жабыстырып шығамыз. Сосын кейін барып мына тігіп бітеп тастаймыз. Көзі қалды. Көзін біз ең негізгі матасы ақ. Оны ақ флизден жасадық. Одан кейін қара фетрден, оның сыртына ақ кожзаменитель. Содан жасадық. И қайтадан қара киізден. Көздеріне білек жасадық. Анау жарқырап тұру үшін көзі. Сол кезде ол не дейді, көзі жайнап тірі көзге ұқсайтын болады да. Вот. Өстіп, міне енді орнына келтіріп жабыстырып шығамыз. Міне құрметті көрермендер, біздің ойыншық бұғымыз дайын болды. Өстіп, өздеріңіз бала шағаларыңызға керек кезде осындай ойыншық жасап алуларыңызға болады. Менің бұл көрсетіп жатқан видеоларым сіздерге көмек болды деп ойлаймын.